Құрметті халайық, қадірменді өнер сүйер қауым. 7 желтоқсан сағат 17:00-де Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің ұлттық әскери патриоттық орталығында тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына байланысты тәуелсіздік тұғырым атты Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қайыржан Бердібайдың шығармашылық кеш өтеді. Кеш қонақтары: Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Парасат және құрмет орденінің иегері Секен Тұрысбеков, дәстүрлі қазақ әнінің майталманы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Рамазан Стамғазиев, елімізге танымал эстрада жұлдызы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жеңіс Ысқақова және Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі, көркемдік жетекшісі және бас дирижері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Парасат орденінің иегері профессор Айтқали Жайымов, дирижер, мәдениет қайраткері Нұрлан Бекенов. Келіңіздер, көріңіздер, кеш қонағы болыңыздар.